Курсамар хайыр декабрдан 23 эфирде заман Қырымвет дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. 13-тен 19 жылға қадар апыз жезасы. Бөлем одетні işgalчилер прокуратурасы Қарасу базарда тұтылып терроризмде қабатланған. Бабаве бала Энверве Риза Умеровларға Айдер Джипаровқа белгіленмесіні талап етті. Дава Русияның Женевер би махкемесінде бақылмақта. Рус прокурорлары Энвер Умеров 19 жылға, Риза Умеров 13 жылға, Айдер Джипаров 18 жылға апске ташланмасыны талап етті. Прокурор өз позициясыны 5 даққада сеслендірді. Санки Дерсін мабуслерінің терроризмге әлақасы олғаны избатлаған етерлі делелер топланған. Делелер арасында Русияда ясақ етілген китаплар да бар. Имайджілер өз наразылығына білдіре, чүнки мабуслер кімсеге зарар кетірмеді дей, тақыплерісе Қырымна Русия işgal еткенінден соң башланған. Уч Қырым татары кечкенсіне язда Қарасу базар районында тұтылған еді. Эпсіні Хизбут Тахрирге әлақасы бар деп, терроризм ве Русияда әкіметні күчнен запт етмен тұлығында қабатлайлар. Я не увидел, чтобы ребята как-то разочаровались, испугались или был какой-то в их поведении страх. Они достойно принимают все такого рода информацию. Никакого терроризма в их действиях нет. Даже если люди читают книги, которые при Украине ни одной запрещенной литературы не было. Но мы очутились в Крыму, в Российской Федерации, и, к сожалению, появились вот эти огромные списки запрещенной литературы. Бір ВКонтакте аккаунты 5 жинайдава башлатылмасына себепчі олған. Бұны адвокат Эмиль Крубединов чақмағанында қабатланған Энвер топчының давасы бойынша Невбетеки махкеме топлашығы кешірілген сон айтты. Бүгін екі эксперт сұрғыда кешірілген. Олар психолог, дини, лингвистик экспертиза япқанлар. Ама үш эксперттен тек екісі келген. Бұндан себеп махкеме топлашығыны башқа күнге қалдырғанлар. Курбединовтың сөздеріне көре бұл экспертиза башқа дава черчевесінде япылы бұл даваға да қошылған. Все больше ясно становится, что один аккаунт ВКонтакте, так скажем, родил 5 уголовных дел. Причем непонятно, кто стоял за этим аккаунтом ВКонтакте, кто вел переписку со многими людьми, в том числе и писал Энверу Топчи и Халифат. Ашам — это вообще определенная территория исторически сложившаяся. Вот. Однако в современных реалиях упоминание этих слов означает принадлежность к организации «Исламское государство», которая признана террористической. Я думаю, это примечательно и вообще говорит о направлении, да, куда движется сегодня вот современное преследование мусульман и так далее. Превратили исторические названия, исторические события, исторические понятия, которые были среди мусульман, в терроризм и экстремизм. Августың 31-де işgalчилерінің көветчілері бірден Судақ шейрі, Ички Весейтлер районында Дёрт Қырым татары Айдер Аблякимов, Ридван Умеров, Айдер Кадыров, Энвер топчының евінде тинтов кечірді. Эпсіні идил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов или иштимай ағларда yazışқанлары ақта Русия құқық қорғаушы органларына хабер етмегенлері үшін қабатланалар. Қырым татарларға 100 000 рублиге қадар пара жазасы яда 1 жыллық апыз жазасы белгілене біле. İşgalчилерден мектуп. Меджлис рейсы Рифат Чубаров Русияның Краснодар өлкесінде ерлешкен 3-ші апелляцион махкемеден мектуп алған. Заров Киевтеки Укрпочта бөлігіне келген. Бүгін Рифат Чубаров өз Facebook сайфесінде хабер етті. Русияның махкемесі Украина ватандашларына мектуп йоллаған оны пек ачувлатты. Сентябрь айында Рифат Чубаров Киевде яшаған адресі бойынша Қырымнан юқары Рус махкемесінден мектуп келген еді. О вақыт Қырымдаки işgalчилер мектупны башта Русияге йоллаған, сонысы оны Киевке кечіргенлер. Март айында işgalчилер Меджлис рейсіні 2 мадде бойынша қабатлады. Күтлеви қалыбалықлар тешкіл етілмесінде Русия топрақ бүтінлігіні бозмаға чағырувлар япты деп. Як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни-агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України, якого біса російські суди, прокуратура та інші срані слідкоми продовжуватимуть порушувати законодавство України на її ж території.
Корун меген куреш Австралияның КАП авиацион талил меркезі Ахмеджетова лиманның қайттан кечув харитасына Украина байрағына қайтарды. Шirketке Сингапур институтының профессор Акимиет ве корпорацияларға мислият берген Владимир Пилаткач мұражат еткен. Оның сөздеріне көре авиацион малюматнен чалышқан шirketlерінің чоқысы Ахмеджетеке авалиманны Украина авалиманы кібі қайдеті. Ама базы шirketler оны Русияге айыт оларақ көстере. Пилаткачның шirketке олған мұражатындан сон капа хаталарына түзеткен. Ама да бір қат шirket түзетмеге ашықмай. Например, ИАТА – это организация, которая представляет интересы авиакомпаний. Вроде как отображает Симферопольский аэропорт как российским. Поскольку я там сотрудничаю с ИАТА и немного знаю людей, у них спросил, каким образом они работают с данными, как они отображают данные у себя, в своей организации. Но они сказали, что мы берем данные, которые от авиакомпании, к нам Аэрофлот называет это все рейсы в Симферополь внутренне российскими рейсами, и ИАТА таким образом их отображает. Но я им указал на то, что позиция ИКАО отличается от их позиции, но больше не ответили ничего на данный момент. Құтырған принтер кібі Русияның Девлет Думасы бірқач күнде инсанларының ақлары ве сербестлігіні сыңырлаған қанун лейхаларына қабыл етті. Депутатлар мечбурен инсанларының бүлкіні тұтып алмаға рұқсет берді. Четелден пара алып, сиясетнен оғырашқанларына четел агенті оларақ танымаға қарар алдылар. Бұне берабер YouTube ве Facebookқа қаршы женг башлаттылар. Тәпсілетліжа, ефқамызда сериетіңіз. Русия депутатлары қабыл еткен қанунға көре абаданлаштыру үшін мескенні мечбурен тұтып ала білелер. Евқазай алда олмаса біле территория инкишаф планына оғраса мескенні махкеме қарары есасында тұтып ала білелер. Боле шекілді тек квартирадан дегелде мемурлар чевречетте олған территорияны абаданлаштырылмаған кібі таныса шақси ве язлық евденде марум қалмақ мүмкіндір. Ақ қорчаланчылар бұл қанунны хусуси мүлк аққа бозылығы мечбури тұтып алынуына есе репрессия оларақтаны. Да бір қанунны қабыл етіп, Русия Девлет Думасы инсан четел агенті оларақ танылмасы үшін да бір критерийні белгіледі. Деңішмелерге көре, Русияде сиясетнен оғрашып четелден пара алған инсанларыны агент оларақ таныжақлар. Қайттан кечмеген ве четелден мадди ярдым алған сияси жемат тешкілетлары да четел агентлері көбі танылы жақтыр. Қанун четел агентлеріне девлет қызметінде бұлынмаға ве девлет сырларына яқынлашмақ үшін рұқсет бермей. Русияның мұстақыл интернет олмасы үшін да бір адым атылды. Русия депутатлары YouTube ве Facebookқа қаршы женг башлатты. Депутатлар Роскомнадзорға Русия матбуат васталары дер четкен материалларыны иштимай ағлар блок етсе, бұл ресурсларыны да блок етмеге рұқсет берді. Раша Today яда РИА Новости кібі нешір Русияның баш прокуратурасына шикает берсе, Русия сакинлеріні ең бұйық олған видео ресурстан ве популяр олған иштимай ағдан марум ете білелер. Ақыр артиллериядан ұжым ве дистанцион майынлану фынтылуы. Ишғалжелер 9 кере Украинар белері позицияларыны ұжым еткен. Водяной жеварында ишғалжелер 122 калибрлы артиллерия құланған. Жебенің бұл қысмында чешет калибрлы граната атыжылар да қоланылған. Уммен алғанда Русия незаретінде олған женкеверлер 8 кере Минск анлашмалары ясақ еткен стилядан атеш açқанлар. Луганск юнелішіндегі Южнай койы янында 82 ве 120 калибрлы майынлар атылған. Украин аскерлері арасында ғайыплар жоқ. У районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120 та 82 калібру, а біля Південного вели вогонь ще з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає. Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Түзелгенлерінен сайысы, хасталынғанларынан сайысына көре 1,5 кереге чоқ. Кешкен күн девамында 10.136 COVID-19 хастасы белгіленген. 275 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 15.372 хаста түзелген. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Одесса, Запорожье, Киев елеетлері ве Киев шерінде белгіленген. Сағлық назерлігінде есе дистанцион меслият башлатқанлар. Назерлікнің контакт мерkezіне телефон еті бала ве қорантай команден тепсей алмақ мүмкін. Хасталық диагностикасы аққында сөз кетмей. Яңы қызмет сәкенлер арасында пек популяр екен. Сағлық назерлігінің контакт мерkezіне телефон еткен 100 000 инсандан учте бірі коронавирус симптомлары аққында меслият сұра екен. Қалғанлары самоизоляцияда бұлынып ве тесттен кечуф аққында мирақланалары. Ми розуміємо, що віддалено ніяких діагнозів ми не ставимо, але є певні побутові питання, є певні питання, які можна вирішити оперативно, принаймні порадившись ще з кимось, або отримати певну, я не скажу, що альтернативну думку, я скажу фахову думку. І в нас залучено зараз 10 медичних працівників, серед яких сімейні лікарі, терапевти, педіатр з досвідом роботи в закладах охорони здоров'я. Ишгал етілген Қырымда 436 COVID-19 хастасы белгіленген 13 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті деп есебат бере ишгалжелер акиметі. Автобашлағанынан берлі вефат еткенлерінің сайысы тек артмақта. Кечкен автодевамында 53 кіші COVID-19 құрбаны олған. Бұл саат қазір олған соңки қаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Аты ерден есе айырылманыз көрішкенже.